Напордың төмен болуы, яғни шаптыра алмаймын. Бұрын алысқа шаптыратын едім, қазір жақын болып қалды. Төсекке деген зауқының төмендеуі, рух сапалары төмендеп, видео аппараттарды қолданған жақсы. Ассалаумағалейкум, құрметті ерлер қауымы. Қазір мынау қоғамда өте үлкен ауқымды тақырып қозғайын деп отырмын. Енді барлық ер азаматтарға қатысты осы простатит ауруы, қуық асты безінің қабынуы. Қазір көпшілік ер азаматтарды осы қуық асты безінің қабынуы, яғни простатит мазалап келе жатыр. Созылмалы простатит. Жалпы простатит дегеніміз не? Осыған тоқтала кетсек, қалыпты жағдайда ерлерде бар без бұл простата безі. Осының қандай да бір факторлардың әсер етуіне байланысты ол қабынады. Мүмкін бактерия түсу, мүмкін қатты жаурағанның әсерінен, мүмкін жыныстық аурулардың түсуі қуық безіне осы безді қабындырады. Сонымен простатиттің белгілеріне тоқталсақ, қандай симптомдары бар, қалай білінеді? Бұл ең негізгі осы 4 белгісін ажыратамыз қуық асты безінің. Бірінші белгілері бұл әрине ауру сезімі. Бұл ерлерде ауру сезімі болу мүмкін, қуықтың үстінде болу мүмкін, болмаса мынау шат аралық дейді ғой, мынау бұттың арасында болу мүмкін, шаншу сезімдері болу мүмкін, және де мынау аталық бездің тұсында ауру сезімі болу мүмкін. Кейбіреулер мынау айтады, тікшек тұсында шаншып қатты ауру сезімі, біреулерде белгі беріп жатады ауру сезімі. Сол сияқты қуық асты безінің орналасуына байланысты әртүрлі түрде ауру сезімі байқалады. Ол мынау қуық асты безі кезінде, қабыну кезінде бұл ауру сезімнен қатты ер азаматтар зардап шегіп жатыр. Екінші белгісі бұл дизурия, яғни зәрдің шығуының бұзылысы. Біреулер айтуы мүмкін пациенттердің ішінде, зәрге жиі барам, күндіз барам, болмаса түнде барам. Және де мынау зәрдің қап кеткен сияқты сезімдері болады. Қуық толық босамаған сияқты болады. Және де мынау қиналып күшеніп барамын зәрге шыққан кезде. Напордың төмен болуы, яғни шаптыра алмаймын. Бұрын алысқа шаптыратын едім, қазір жақын болып қалды. Не дейін деп келеді. Ол мынау екінші дизуриялық белгісі, симптомдары, ол простатиттің соған характерді, яғни соның белгісі болып табылады. Және осы простатиттің тағы белгілерінің бірі, үшінші, бұл әрине ерлердің күш қуатының төмендеуі, төсекке деген зауқының төмендеуі, әйел мен жыныстық қатынас кезінде әлсіз болуы, былай айтқан кезде белсіздікке ұшырауы осы простатиттен болады. Және де төртінші белгісі рух сапалары төмендеп кетеді. Егер простатитпен ауырып жүрген болса, бұл үйленгеннен кейін рух сапалары төмендеп кетеді. Не себепті? Өйткені қуық асты безінің қабыну байқалған болса, бұл рухтың сапасының түсіп кетуіне, болмаса сперматозоидтердің өліп кетуіне алып келетін жағдай болып келеді. Сонымен сіздерге 4 белгісін ажыратып кеттім. Простатиттің енді тексеру әдістеріне келсек, қалай тексереміз бұл әдістерді? Әрине, бұны қуық асты безінің қабынуы бар ма, жоқ па? Бірінші очередь пациенттің шағымы, яғни қандай шағымдар бар, соған байланысты қарау керек. Екінші, уролог дәрігерлердің беймануалды мынау ректальды қарау арқылы, тексеру арқылы, безді пальпациялау арқылы қаншалықты қабыну бар жоқтығын тексере алады. Үшінші, мынау қуық безден бөлінетін секрет сұйықтығын анализ жасап, секрет простата дейді. Соны анықтау арқылы білуге болады қаншалықты қабынуын. Және де мынау қуық асты безінің көлемі қаншалықты ісінгенін, үлкейгенін бұған УЗИ арқылы, ультрадыбыстық зерттеу арқылы анықтауға болады. УЗИ түскен кезде де 2 түрі бар. Біріншісі мынау дәретханаға бармай келеді, болмаса науқас су ішіп, қуығын толтырып, суға қуық безі көріп, тексеріп, қалтық зәрдің бар жоқтығын анықтауға болады. Екінші, мынау УЗИ арқылы, яғни тікшек арқылы УЗИ аппаратын салып, сол жерден анықтауға болады. Осы ең негізгі тексеру әдістерінің бірі осы болып келеді. Және де егер простатитті жыныстық аурулар қозғалатын болса,
ол кезде әрине үрпіден болмаса мынау қаннан жыныстық ауруларға тексеру жасау арқылы анықтауға болады, қоздырғышын табу арқылы. Өйткені бір фактор болу керек қоздыратын, болмаса бактерия, болмаса жыныстық аурулар болып келеді. Және осы тексеру әдістерін анықтағаннан кейін барып қалай емдейміз, осы простатитті емдесе бола ма, емдемесе қандай асқынуларға апарады деген сияқты сұрақтар көбінде туындайды. Әрине емдеу барысына тоқтала кетсек, әрине бұны медикаментозды еммен емдейді басында. Өйткені біз волшебный, яғни сиқырлы дәрі күтеміз, бір дәрі ішіп бүкілін айырып кету деген. Енді ондай нәрсе барлығына көмектесе бермейді. Бұл жерде медикаментозды терапияның ішінде бірінші мүмкін қосуы мүмкін антибактериалды терапия, енді антибиотиктердің қосу арқылы. Екінші жүйе болу керек иммундық жүйені күшейту үшін, иммунитетті жоғарылату үшін иммуномодуляторлар, иммуностимуляторларды біздің әріптестер қосып ем жүргізеді. Үшінші, бұл жерде қосылу керек әрине витаминотерапия. Өйткені витаминдерді қосу арқылы адам ағзасының иммунитетін жоғарылатып, қабынумен күресуге осы витаминдердің көмегі тиеді. Және де мынау қан айналымының жақсару барысында төменгі жамбас қуысының қан айналымын жақсарту үшін әрине мынау төменгі кровоток жақсартатын тремтал, курантил сияқты препараттарды қолдану керек. Ол жамбас қуысында қанның жақсы жүруін, іркілістің болдырмас үшін қолданылады. Сонымен қатар екінші физиоаппараттарды қолданған жақсы. Өйткені не себепті? Өйткені физиоаппараттарды қолдана отырып, бұл қуғасты безінің қабынуларын лазер аппараттары, магнитный лазерный аппараттар, одан кейін барып андроген аппараттарын, осылардың барлығын қолдану арқылы қабынуды алуға болады. Ендігі вопрос туындайды, асқынуы қандай асқынуларға апарады? Осыған тоқталсақ. Және мен қысқаша айтып кеттім, қуғасты безінің қабыну асқынатын болса, бұл біріншіден ер азаматтардың белсіздігін алып келеді. Олай дейтініміз, мынау жыныс мүшенің әлсіз болуы, қанның дұрыс бармауы, төсекке деген құмарлықтың төмендеуі, либидо дейді ғой, либидоның төмендеуі осыған алып барады. Екінші, бұл жаңағы ұрық сапасының сперматозоидтардың өлуіне, болмаса ұрық каналдарының қуғасты безіндегі өзекшелердің бітелуіне байланысты, іріңдердің пайда болуына, сол жердегі іркіліске байланысты ұрық сапасы төмендеп кетеді. Яғни бұл бедеулікке алып баратын бір белгісі болып табылады. Бұл простатит. Бұлардың асқынуларын әрине болдырмас үшін алдына тексеру жүргізіп барып, дұрыс ем тағайындау керек. Жігіттер, сонымен мынау қуғасты безіне жиі шалдығатын ер азаматтарды атап өтсек. Өйткені бұл профессиональды болезнь болуы мүмкін, яғни біреудің жұмысына байланысты байқалуы мүмкін. Бірінші атап айтатын болсақ, мынау военныйлар, яғни әскери қызметкерлер ұшырап жатады. Не себеп дейсіздер ғой? Өйткені салқын жерде жүреді жиі, етіктер жұқа болуы мүмкін, мысалы мүмкін салқын сумен дәрет алуы мүмкін. Соған байланысты осы органда істейтін азаматтар көп шалдығады. Екінші, бұл застойный простатитке екінші шалдығуы мүмкін отырып жұмыс істейтін азаматтар. Оның ішінде мынау офисте отыратын азаматтар болуы мүмкін. Оның ішінде мынау жүргізушілер болуы мүмкін. Өйткені көп уақыт машинада отырады, қозғалыс жоқ, дәретке жиі барады, дәретін ұстайды мысалы. Соған байланысты водительдер, яғни жүргізушілер көп шалдығады. Сонымен қатар жеңіл жүрісті жолда жүретін болса, жыныстық қатынасқа мынау беталды түсетін азаматтар болса, мынау қорғану шараларын жасамайтын болса, ол кезде де мынау простатитке шалдығуы мүмкін. Простатиттің инфекциялық түріне шалдығуы мүмкін. Бұлай дейтініміз, көп қорғаныс қызмет мүше қаптарды қолданбауы мүмкін. Соның кесірінен осы простатитке шалдығып атқан жігіттер кездеседі. Жігіттер, сонымен қатар мынау біздің каналға қосылды ұмытпаңыздар, астында колокольчикті басып тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта қандай видео шыққанын қалайсыздар, өз пікірлеріңізді астына жазып кетіңіздер. Біздің каналдың өсіп өркендеуіне өз үлестеріңізді қосыңыздар. Қазір біз 40 мың подписчик болып отыр. Осы 40 мың подписчикті 1 миллионға жеткізуге барымыз бірігіп атсалысайық.
сау сәлеметте болыңыздар.